Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз мынандай Рубик текшесінің ерекше түрімен таныс боламыз. Яғни кубоид 2, 2, 3 түрімен. Бұл әдеттегідей біздің 3-те 3 көбеңіміз ұқсайды. Тек бұнда 2-де 2-ге жақынырақ келеді. Енді бұл кубоид башня Рубика деп те атайды. Рубиктің мұнарасы деп қазақшаға аударып қояйық. Яғни міне осындай ерекше түрі. Енді бұл кубоидті құрастырған кезде біздегі мына пиф-паф әдісі келмейді. Яғни мынандай тіреліп қалады, айналмайды. Бұның да құрастыру алгоритмдері бар, бірнеше этаптардан тұрады. Бірақ мен бүгін сіздерге оңай ускорение дейді, яғни тез құрастыратын түрін үйреткім келіп отыр. Келесі сабақтарда тағы да қосымша үйрететін боламын, барлық ситуацияларды келтіріп. Бүгінше тез үйреніп алу үшін азғантай алгоритмдерді көрсетіп өтемін. Енді бұны үйрену үшін негізі жаңағы 3-те 3-тегідей пиф-паф әдісін жаңағы үйреніп алған дұрыс. Бұнда пиф-пафты біздер былай жасаймыз. Яғни слайм дейді. Бұнда деген жаңағы мысалы оңды бір алмаймыз, 2 рет 2 айналдыруымыз керек. Яғни оң 2 рет деп аталады міне. Сосын жоғары міне келе береді. Асты сол тағы да солай 2 рет айналады. Пиф-паф әдісі бұнда міне дәл сол 3-те 3-тегідей міне оң, жоғары, оң, кері, жоғары, кері. Осылай етіп орындай береміз. Енді біздер кубикті бұзайық, сосын бастайық құрастыруды. Ерекше түрі бұзғандай болдым түгелдей. Енді бастайық. Бізде бірінші этап бұл мына астыңғы және үстіңгі сары мен ақты құрастырып алуымыз керек. Бірінші енді ақ түстен бастайық әдеттегідей. 3-те 3-ті құрастырғандағыдай. Ол үшін мына 4-те 4, яғни менің сабақтарымды қарап жүрсеңіздер, 4-те 4-тегі мына орталарды құрастырамыз ғой, ортаңғы бөлікті. Сол сияқты қазір мына жердегіні және мына жердегіні келтіріп аламыз. Мысалға міне арбамен тауар тасимыз, яғни міне 2 ақ түс тұр, мына жерге 2 ақ түс керек. Ол үшін міне жоғарға барамыз, тауар тиейміз, қайтамыз. 3 болды. Енді мына жерге ақ түсті қоюымыз керек. Яғни сер барған кезде ақ түсіміз мына жерде тұру керек. Мына түсіміз. Сондықтан да сер оны бұрып, орнына келтіріп қоямыз. Сосын арбамен тауарға келеміз. Арбамызға тауарды тиейміз. Сосын қайтып орнына келеміз. Яғни ақ түсіміз жиналды. Және сары түсіміз жиналды. Енді бұл жерде жаңағы мен көрсеткен пиф-паф деп айттым ғой. Бұнда пиф-пафты мен қазір жасамаймын. Басқа алгоритмді орындаймын. Келесі сабақтарда жасайтын боламын. Пиф-пафпен ұзаққа кетіп қалады. Енді біздер қазір мынандай көрініс көріп отырмыз. Енді біздер мына жоғарғы немесе төменгі бөліктің мына жердегі түстерін келтіріп алуымыз керек.
міне түстері келмей тұр. Енді оны қалай келтіреміз? Оны мынандай екі бірге тұрған түсті тауып аламыз. Мына жерде бар екен, және мында да бар міне. Кей кезде бұл түстер келмей қалуы мүмкін. Сол кезде жаңағы пиф-паф әдісін орындауға болады, келтіріп алу үшін. Қазіргі сәтте бізге келіп тұр екі түсіміз. Міне екі түсімізді сол жағымызға қоямыз және мынандай алгоритмді орындаймыз. Оң, жоғары, оң, жоғары, кері, яғни пиф-пафты орындадық. Оң, сосын фронт бар. Фронтты да міне бір айналамыз. Жоғары, кері, фронт, жоғары, фронт. Сонда міне біздің мына жердегі ақ түстің жанындағы қатар түгел жиналады. Енді келесі мына жағын ауыстырайық. Тағы да келіп тұрған, яғни көздер дейміз, глазки бар жерді тауып аламыз. Тағы да сол жағымызға қоямыз, сосын жаңағы алгоритмді орындаймыз. Оң, жоғары, оң, жоғары, кері, оң, фронт, жоғары, кері, фронт, жоғары, фронт. Сары түсіміздің жанындағы түстерін тағы да келтірдік. Яғни бізде екі жағымыз келді, енді ортамыз қалды. Ендігі ортамыз үш түрлі әдіспен құрастырамыз. Бірінші мына жерде қарап алайық, қандай түстер қай жерде тұрған. Жасыл түс, міне. Енді бұл жерде біздер нүктелер деген болады, міне. Бұл жерде нүкте, міне. Яғни сәйкес келіп тұрған жоқ түстері. Ондай кезде біздер мынандай формуланы орындаймыз. Оң, жоғары екі рет, оң, жоғары екі рет, оң, жоғары екі рет. Қараймыз тағы. Мына жерде бір түсіміз келген екен, міне. Енді мына жердегі түс келгенде қалған келмей тұрған үш түс бар, міне. Соның ортаңғы түсі оң жаққа қойып, тағы да сол алгоритмді орындаймыз. Яғни әлі точки деген этап бұл. Оң, жоғары екі рет, оң, жоғары екі рет, оң, жоғары екі рет. Енді бізде мына екі түс келді, мынау келді, мынау келді. Мына екі жақтағы түсі келмей тұр. Яғни екеуінің орнын ауыстыруымыз керек. Екеуінің орнын ауыстыру керек. Оғанда біздер жаңағы точки деген алгоритмді орындаймыз. Көрейік. Жоғары екі рет, жоғары екі рет, жоғары екі рет. Яғни орнына келді. Кубоидіміз түгелдей құрастырылып шықты. Енді мынандай жағдай кездесуі мүмкін. Екінші жағдай. Кирпич дейді, яғни тас деп алайық қазақша. Міне, мынандай екі түсі мына жақта тұру керек қой. Сол екі түстері ауысып кеткен. Мына екеуін мына жаққа, мына екеуін мына жаққа ауыстыруымыз керек. Бұндай жағдайда оңай әдіс бар, алгоритм. Келмей тұрған түстерді өзімізге қаратамыз, фронтқа қоямыз, оң, жоғары. Міне, оң, ортасын екі рет. Оң, ортасын екі рет. Міне, кубоидіміз тағы да құрастырылды.
Тағы да жағдай бар. Келесі сабақта тағы да осы кубоидті түсіретін боламын. Бұның жаңағы әртүрлі жағдайда кездесуі мүмкін. Жаңа біздер орындаған кезде кейде басқа да этаптары кездесіп қалады. Сол этаптарды тағы да қосымша түсіретін боламын. Менің каналыма тіркеп кетіңіздер. Подписаться мәзірін басып қойыңыздар. Қасындағы қоңыраушаны да ұмытпаңыздар басуға. Каналымда әртүрлі Рубик текшесінің түрлерімен таныстырып үйрететін боламын. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Комментарий, пікір, яғни қалдырып кетіңіздер. Тыңдағандарыңызға, қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.